Көктем айының бірінші демалыс күні ұлан асыр тоймен басталды. Дәл қазір продюсер Баян Мақсатқызының тұңғышы Айсәуленің ұзату тойын айтып отырмыз. Аталмыш кеш оңтүстік шаһардың қымбат мейрамханаларының бірінде дүркіреп өтті. Кештің бастығы әншайма Айсәуле өзге қалыңдықтар секілді ұзату тойында қатты қобалжымады. Ал оның өзін осылай еркін ұстауына мына жағдай себеп болыпты. Менде айтарлықтай қатты толқыныс жоқ. Мүмкін ол екеуміздің 5 жыл кездесуімізге байланысты шығар, және біздің отбасыларымыз бірін-бірі таниды. Мен өте бақыттымын, бұл менің күнім. Бүгін күйеуімнің отбасы мүшесі болдым, және осындай керемет кеш жасап жатқан анама алғысым шексіз. Айтпақшы, қалыңдық көйлегінің дизайнын Айсәуле мен анасы өздері жасаған. Көйлекті біз анам екеуміз ойлап таптық, сосын Аруназбен бірге жасадық. Бұл көйлекті бір ай көлемінде 24 сағат бойы тікті. Яғни бұндағы тастардың барлығы қолдан жасалған. Бір сөзбен айтқанда менің ойымнан шықты. Ал шоу-бизнестің көптеген өнерлі адамдары жиналған ұзату той әдеттегідей шағын концертке ұласты. Сондай-ақ аталмыш кеште түрлі тосын сыйлар да орын алды. Мәселен, жас жұбайларға Айсәуленің сіңлілері мен інілері ән арнады. Сондай-ақ жас жұбайлардың ата-аналары да өздерінің ақ тілектерін білдіріп кешті музыкалық сыйлармен жалғастырды. Осылайша Баян Мақсатқызы Айсәулесін ұзатып, барлық қыздың арманындағы қыз ұзату тойын жасады. Ал алдағы күні келін атанған ару өзінің үйлену тойына дайындалмақ. Бірақ негізгі тойдың қай күні болатынын Айсәуле